Сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің басына өткен кейбір қызықты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Сендерге қызық болатынына сенімдімін. Олай болса, осы видеоның соңына дейін қараңдар. Және басталмастан бұрын мен сендерге кейбір жаңалықтарды айтып кетейін. Менің арнамда 3000 тіркелуші жиналды. Барлықтарыңа рахмет. 3000 тіркелуші ол мен үшін өте көп число, сан және алда одан да биік белестерге, шыңдарға жетеміз деген ойдамын. Және де осы видеода 350 лайк жиналатын болса, мен осындай видеоның, яғни басына өткен қызықты әрі кейбір қорқынышты оқиғаларым жайлы екінші бөлім түсіретін боламын. Егер де сенің каналыңа пиар керек болса, сен каналыңа просмотр, подписчик керек болса, онда сен менен өте төмен бағада пиар ала аласың. Ол үшін маған менің ВКонтактеме жаз, мен саған өзімнің бағамды барлығын айтам, және менен сапалы пиар аласың. Олай болса, видеоның тақырыбына көшейік. Ең алғашқы оқиға ол осыдан 3 немесе 4 немесе 2 ай бұрын болды. Осы жылы болды. Біздің Ақтауда тұратындар біледі, 28 шағын ауданда бізде супермаркет Аман деген супермаркет бар. Және ол супермаркетке мен кішкентай кезімнен барып жүрмін, яғни біз отбасымызбен бірге сол жерден всегда тамақ аламын. Ол супермаркет жақсы болғанмен, оның ішіндегі обслуживаниесі өте нашар, төмен. Өзімнің мамаммен бірге сабақтан шыққанда супермаркетке бардық. Және сол кезде мен кішкентай киндер сюрприздерді жинап жүрдім. Я сондай баланың тірлігімен айналыстым. Кішкентай киндер сюрприздың ішінде шыққан ойыншықтарды коллекционировать етемін деп ойладым, бірақ ол соңына дейін барған жоқ бұл оқиғадан кейін. Мен оның алдында киндер сюрприздерді алып жүргенде маған бір ойыншық 2-3 рет түсе берді. Сосын мен жаңағыдай тамақтарды алып болып, тележкамызбен кассаға келген кезде мамам тамақтарды салып жатты. Ал мен ана жерден, яғни киндер сюрприз ең астында тұрды. Мен еңкейіп, киндер сюрпризді қарап, бүйтіп ішінде не бар екені жайлы. Мен ютубта видео қарағанмын, қалай бірде ойыншық түспеуге болатын жайлы. Шайқап қарадым, бірақ ештеңе айыра алмадым. Сосын қайтып, орнына салып қойдым. Сосын біз чекті алып, бәрін алып, продуктыны салып, ана жерде бір есік терезенің алдында үлкен жері бар. Сол жерге барып, заттарымды ресейстіріп жаттық, ақшасын төлеп болғаннан кейін. Сосын бір кезде маған жас охранник келіп тұр. Оның опытный охранник емес екені түрінен көрініп тұр. Мен мамама келді, чекті сұрады, сосын ладно деп бердік. Тіпті менің ойымда ондай ой болған жоқ, оны не үшін сұрап жатқан жайлы. Сосын чекті қарады. Сосын бір кезде мамам айтады, сіздің балаңыз қалтасына киндер сюрприз салып алды дейді. Сосын мен деп типа қалай деген сияқты, мен өзімнің алмағаныма сенімдімін, және мен ішімнен күліп тұрдым деп. Менің ақымақтығым, маған оның доказательство сұраған жоқпын, яғни камерадан маған көрсетіңіз деп. Егер де сіздерді продавецтер өйстіп айыптайтын болса, онда камерадан доказательство сұраңыздар, оған дейін ештеңе көрсетпеңіздер. Сосын мен қалтамның барлығын шығарып көрсеттім, менен ондай ештеңе тапқан жоқ. Және әрине ол продавецке, әрине ол охранникке біз айқайлап, жанын шығарып, жанын жаһаннамға жібердік, және оған земля пуховик болып кетті. Ал екінші оқиға келетін болсам, ол менің ең жыным келетін оқиға емес, жалпы әр жас өспірім басына өтетін шығар. Мысалға, сіз өзіңіздің достарыңызбен немесе сіз өзіңіз магазиндерге барсаңыз, сіздердің әрдайым арттарыңыздан продавецтер жүреді, типа сізді дым ұрлап кетпесін, артыңызды тіміскілеп, не істеп жүрсің, не керек деген сияқты. Сені типа магазиннен қуып жібергісі келеді, бірақ оны айта алмайды. Бірақ кеше мен өзімнің 2 сыныптасыммен біздің сол супермаркет Аманның қасында детский мир бар. Сол жаққа мен өзімнің Алиэкспресстен келген посылкамды алып кетуге барған болатынмын. Сосын біз ол жерде жаңадан магазин ашылыпты. Ішінде кілең андай қызықты заттар, сувенирлар, блокноттар, кітаптар, ойындар, қызықты магазин ашылған. Сосын біз қызық көріп, ішіне кірдік. Магазинді аралап жүрдік. Ішінде, бірақ алғашқы көзқарасқа оның ішінде заттар көп қызықты сияқты, бірақ ішін аралағаннан кейін ішінде дым зат жоқ. Сосын біз қарап болдық. Енді шыға берсе келе жатқанда кассир отырды. Типа кассир и бір жаңа продавец. Сол басқа жақтағы продавец қыздарға, ана 3 балдар дым алмаса шықсын дейді. Осы сөзді естігеннен кейін қаным басыма құйылып кетті де, айтқым келді, неге онда магазинді ашып қоясыңдар, егер ішіне өстіп клиенттерді қашыратын болсаңдар деп. Сосын мен ішімнен құрсыншы Бекзат, ондай тупой продавецтерге назарың не істейсің аударып, одан настроение түсірмей ақ қой дедім. Ақтауда болсын, басқа жерлерде болсын, ондай продавецтер өте көп. Менің ойымша олар просто өздерінің жұмысын дұрыс атқарып білмейді. Мысалға, сол Американы алатын болсақ, Америкада сенің магазинде не істеп жүргеніңе бәрібір, өйткені ол жақта жоғарылада камера тұр. Яғни камерадан көріп тұрады сен не істеп жүргенің.
және ол жақта хоть магазинде сен түнге дейін отыр, таңға дейін отыр, олар дым демейді. Яғни продавец ретінде олар сізді өзіне тартып, сіздің жағдайыңыз жасау керек, чтобы сіз олардың магазиніне келу үшін. Бірақ ана магазиннен шынымен бізді қашырып жіберді. Егер де осындай оқиға тағы да қайталанатын болса, онда мен сразу камерамды қосып, сіздерге бәрін түсіріп, өзімнің құқығымды қорғап кетемін. Келесі оқиға ол мен кішкентай кезімде класстастарыммен бірге, ол 3-ші класста ма 2-ші класста ма болатын. Мен осы Ақтауда оқыған кезімде өзімнің класстастарыммен супермаркетке, ол аман емес, басқа супермаркетке барған болатын. Арасында бірдеңе ұрлайтынбыз, бір-екеуін қалдама салып алатынмын. Ол жақта бір нәңгілді бұрыш болатын, сол жерде товарлар бүйтіп үсті-үстіне қойылып тұрады. Ол жерде камераның көзі түспейді. Біз сол жерде тауып алып, қолымызға алып, қалтамызға басып, ішімізге басып алып шығып кететінбіз. Осыны өстіп, бір-екі рет болды бұндай оқиға. Содан кейін где-то бір-екі апта өткеннен кейін біз сол магазинге қайтадан бардық та, алдым қалтамызға салып шығып кеттік. Сосын бір кезде далаға шығып баратқан кезде қуанып шоколадтарымызды жеп бараттық. Сосын бір кезде алдымыздан охранник шығып келе жатыр. Жүріңдер деп. Сосын бізді магазин ішіне кіргізіп алып, сендер ұрлап алдыңдар, не ұрладыңдар, чегі қайда, анау мынау деп шықты. Сосын әрине сау болсын бір-екі ағай, ол кішкентай балдар ғой, оларға дым демеңдер, олар сондай деп айтқан болатын. Осындай оқиға өткен болатын. Және сіздерге ұнады деп ойламын. Ұнаса сақын жоғалтар мүшін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті мынаны басып кетуді ұмытпаңдар. Және тағы да осындай видеоны қаласаңдар, онда әрине лайк басып кетіңдер, 350 лайк жинайық. Видео сіздерге ұнады деп ойламын.